Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгін біз сіздермен укулеле мен Дархан Жаздың үйде деген музыкасына разбор болатын болады. Бүгінгі жаңалықтар Дархан Жаздың фанаттарын, жақындарын қуанта қоймады деген ойдамын. Өйткені барлықтарыңыз естіп жатсыздар, көріп жатсыздар. Ол Дархан Жаздың өзі кеткенмен оның артында керемет музыкалар қалды. Соның бірі үйде деген музыкасына бүгін разбор болады. Сіздер ең алдымен осы видеоға лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ендеше кеттік. Бізде бұл музыкада 4 аккорд қолданылады, ол С, G, AM және де F. Бізде реттілігімен келгенде С аккорды ең бірінші орындалады, ол бізде 3-ші латтың 1-ші струнасына қойылады. Екінші аккорд бізде реттілігімен G болады. G ол бізде 2-ші латтың 3-ші және де 1-ші струнасы, 3-ші латтың 2-ші струнасына қойылады. 3-ші аккорд бізде реттілігімен AM аккорды, ол бізде ең оңай аккордтардың бірі, ол 2-ші латтың 4-ші струнасына қойылады. Және де 4-ші аккорд реттілігімен F аккорды, ол бізде 1-ші латтың 2-ші струнасы, 2-ші латтың 4-ші струнасына қойылады. Бұл бізде соңғы аккорд болады. Біз аккордтармен толықтай танысып алдық. Ендігі кезекте бізде қағысы, яғни бой. Бізде бой былай болады. Мінекей достар, сіздермен біз аккорды мен қағысының қалай тартылатынын үйрендік. Ендігі кезекте мен сіздерге осы музыканы қалай тартылатынын, қалай болатынын үйрететін боламын. Мамырдың айлы түні, кеудемесіңді көкшіктің түтіні, болу керек еді менімен бір күні болса, жүргенімде бір күліп, күйдіріп алма қолыңды, ыстық болады жүрегім, ұмытпасаң жолыңды, айналған зұлымды, бірақ көрсетпей жүзіңді мұңды, білдікті бірді, бөлімді мұңды тек сен. Достар, мінекей осылайша Дархан Жаздың үйде деген музыкасына разборымыз аяқталды. Если сіздерге осы видео көмегін тигізсе, лайктарыңызды басып, тағы да осындай видеолардың шыққан қаласаңыздар, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ендеше, қош, сау болыңыздар.